Сен көктем келген қалай білесің? Ауа жылынады, күн ұзарады, бірақ бір белгі бар. Ең бірінші болып қайтып келетін, ешқашан жолынан жаңылмайтын бұл қарлығаш. Бірақ сен білесің бе, ол мыңдаған шақырым ұшып, ешқандай карта, ешқандай GPS жоқ болса да, ол өз үйін дәл табады. Сәлем достар, бұл жануарлар шындығы каналы. Қарлығаш туралы қызықты ақпаратты жіберіп алмау үшін видеоны соңына дейін көріңіз және каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Кейбір адамдар сенеді, қарлығаш үйге бақыт әкеледі деп. Ал егер ол сенің үйіңе ұя салса, бұл жай ғана кездейсоқтық емес. Қарлығаш өте жеңіл, жылдам құс. Ол көбіне аспанда өмір сүреді, яғни ол жерге сирек қонады. Қарлығаш торғай тәрізділер отряды, әнші торғайлар тобының тұқымдасы. Қарлығаштың тұмсығы қысқа, тұмсығының түбі кең, езулерінің арасы алшақ, қанаттары жіңішке әрі ұзын, дене бітімі ерекше сымбатты. Қарлығаштың қауырсыны тығыз, жотасы қара түсті жылтыр, сыртқы түрінен еркегі мен ұрғашысының айырмашылығы байқалмайды. Дене тұрқы 10 мен 23 сантиметр арасында, салмағы 50-60 грамм болады. Қарлығаштың қасиеті: құстардың ішінде адам баласына ең жақыны қарлығаш. Қарлығаш өте жақсы ұшады, тіршілігінің көп уақытын ауада ұшып жүріп өткізеді. Су үстінен ұшып бара жатып ақ су іше береді, ұшып жүріп ақ қорегін ұстап жейді. Жылына бір немесе 2 рет 3-7 жұмыртқа салып балапан басып шығарады. Балапандарына жем іздеуге шығарда, ұядан құлап кетпесін деп, аяқтарын балапандардың қылмен байлап кетеді. Кейін ұшар кезде сол қылды өздері шешіп тастайды. Қарлығаш мейірімді және бейбітшіл құс саналады. Егер оның ұясына бейтаныс құс кіріп кетсе, оған шабуыл жасамай, басқа ұяға көшіп кетеді. Қарлығаш үнемі азық іздеумен айналысады. Қарлығаштың 79 түрі бар, ал Қазақстанда оның 5 түрі кездеседі. Қарлығашты қазақ халқы ежелден қасиет тұтқан. Өйткені ол оба, тырысқақ, безгек секілді жұқпалы аурулар тараған жерге ұшып келмейді. Көмекейімен ән салған қарлығаш Құран сүрелерін шығарады екен. Қарлығаш ұялаған жерге бейбітшілік, береке, бақыт келеді. Қарлығашқа қатысты көптеген ырым жорамалдар да бар. Мысалы, қарлығаш биікте ұшса, күн ашық болады, жер бауырлап ұшса, жаңбыр жауады. Қарлығаш жылы жақтан оралған кезде қораға қонса, қой егіз туады, ақ мол болады. Ал үй жақтауына немесе шатырына қонса, сол үйдің жамбасы көбейеді. Егер үйдің төбесіне қарлығаш ұя салатын болса, онда бұл отбасыда бақыт пен береке болады деген ырым бар. Оның ұясын бұзу үлкен сәтсіздікке әкеледі. Түсіңде қарлығаш көрсең, өңіңде бақытқа кенелесің. Аяулы адамдар, мысалы қыз баланы, қарындасты, қазақ о бастан қарындасым, қарлығашым деп қарлығашқа теңейді. Қарлығаш әдеміліктің символы. Сұлу қызды қарлығашқа теңеген қазақ қыздарының арасында ең көп тараған есімнің бірі ол қарлығаш. Қазақ халқы қарлығашқа көп деген аңыз ертегі, мақал-мәтел, жұмбақтар, жыр жолдарын арнаған. Аңыз ертегілерде қарлығаштың адамдарға жасаған көмегі сипатталады. Мысалы, Нұх пайғамбар кемесіне келіп, шөпті тастап құтқарған деседі қарлығашты. Жоңғар шапқыншылығы кезінде Ташкент маңайында отырған Үйсін Төле бидің ауылын жау шауып, ел үдере көшкенде, ол кісі көшпей отыра беріпті. Жоңғарлар көшкен жұрттан қалған жалғыз үйде отырған Төле биден, сіз неге көшпей қалдыңыз дегенде, керегеге қарлығаш ұя салып еді, балапандары қанаттанған жоқ, обалына қалмайын деп көшпей отырмын деген екен. Мұны естіген қалмақтар, бұл тегін адам емес екен деп сый-сияпат көрсетіп,
кетіп қалыпты. Осы оқиғадан кейін ел ол кісіні Қарлығаш би атаған. Қарлығаш нағыз саяхатшы. Қыста жылы жаққа кетеді, жазда қайта оралады. Кейбірі 10 000 километрден аса ұшады. Ең үлкен сұрақ, қалай адаспайды? Ғалымдар айтады, жердің магнит өрісі сезеді, күн мен жұлдызды қолданады, иісті есте сақтайды. Қарлығаш ұясын ерекше салады. Балшықтан және сілекеймен бекітеді. Ол ұясы өте берік болады. Қарлығаштар жәндік жейді, маса, шыбын, ол табиғи жәндік жойғыш. Көп халық сенеді, қарлығаш жай құс емес. Бұл аңызда айтылады. Ертеде адамдарға қауіп төнген кезде де қарлығаш ұшып барып, жамандықты ескерткен деседі. Содан бері оны қорғаушы құс деп те санаған. Қарлығаш ауада тез бұрылады, жылдам бағыт өзгертіп, жылдам ұшады. Ол нағыз ұшу шебері. Көп қарлығаш бір жұппен ғана өмір сүреді. Егер жұбы жоғалып кетсе, ұзақ уақыт іздейді. Қарлығаштың ішінде компас бар сияқты. Ол мыңдаған километр ұшады, бірақ адаспайды. Ол бұрынғы ұясын табады, адамдарды таниды. Ең қызығы, қарлығаш жыл сайын сол бір ұяға келеді. Қарлығаш адамның досы, жанашыры, қай кезде де қамқор, адал құс. Оны киелі деп есептейді. Қарлығаш әр шаңыраққа еркін кіріп, ұшып жүре береді. Соңғы уақытта бұл көрініс көзге шалына бермейді. Әсіресе қалада тым сирек. Ұя салуға қамданған қарлығашты есігін айқара ашқан үй иесін де көрмейтін болдық. Есіктер жабылды, құс та өз жөніне кетті. Ал бұрын қандай еді? Дархан көңілді қазақтың қай шаңырағы болмасын, барлық жанға ашық болған, бір-бірінің үйіне еркін кіріп шығып жүретін. Қарлығашқа да орын табылатын. Қазір адамдардан мұндай кеңдікті, жанашырлықты көрмейміз. Мұны құс та сезгендей. Жанашырлық, аяу деген ұғымдардан алшақтап кеттік. Дәл осылай кете берсек, алдағы уақытта қасиетті құсымыздың қызыл кітапқа еніп кетуі ғажап емес. Сол себепті де табиғатты қорғап, қолда бардың қадірін түсінетін, оларға назар аударатын кез жеткен секілді. Бүгінде қарлығашты қорғау баршамызға ортақ іс. Адамзатқа пайдасын әкелетін, бейбітшілігі мен берекесі мол қарлығаш құстары қазақ жерінің түкпір-түкпіріне келіп қоныстанып, елімізге Құранның дұғаларын шырқап, жақсылық шақырсын. Дәл осындай қызықты ақпаратты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп кетіңіз және қолдап өзіңіздің пікіріңізді жаза кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.